Ассаламу алейкум, бізде кезекті бүгін бейне шалу. Зор бейне шалу болады. Үш түрлі зат келді. Біріншісі құмсағат, екіншісі монокуляр, яғни бинокль, әрі үшіншісі бұл бізде көзілдірік. Соңына дейін көреміз бейнені. Қызықты болады, көресіздер. Қыз балдарына өте ұнамды болады деп ойлаймын. Осындай қорапта келген, былай айтқанда песочница сағат ғой. Тайм менеджер деп аталады екен, қытайша жазып қойыпты. Екі түрлі болады, пинк және блю деп қойған, яғни розовый, әлі жаңа көк болады. Осындай екі түрлі келеді. Одан кейін барып менде характеристика жазылған. Мынау бірінші тұрған жазуда. Бұл жерде жаңағы заттың атауы тайм менеджер тұр. Екінші жазуы бұл жерде ені 54 мм, биіктігі 127 мм деп жазылып қойған. Одан кейін барып уақыттың интервалы 3 минуттық, 5 минуттық, 10 минуттық, 15, 20, 30, 45, 60 жалып кете береді. Бұл бізде қазір 60 минуттығын алдырған арнайы көрейін деп. Одан кейін ABS пластиктен боросиликатный стекло дейді, плюс диоксид сондай материалдан жасалған. Одан кейін барып розовый, голубой, яғни көк цветпен жаңағы не цвет бар дейді, жаңағы розовый цвет бар дейді. Жалпы астында характеристикалар, қалай жасалғандығы, қандай нелер қосылғандығы, безопасный екендігі, сонда жазылған қытайдың шрифтімен. Переводчик арқылы өздеріңіз оқысаңыздар болады. Мыжымай, жалпы айтқан кезде затқа кірсек, беріп отыр, 60 минут деп. Затты қораптан шығарамыз. Мынандай басқа ештеңе жоқ. Мынандай ұрылмайтын арнайы қаптамамен келген. Басында мынандай арнайы жаңағыдай пластик кигізілген, стеклосы көрініп тұр, жақсы стекло екен. Мына бетте де осындай несі бар жаңағы енді. Бір персонаж өздерінің мультфильмінің. Одан кейін бұлай көрермен 60 минут деп жазылып тұр, in time. Ендігі көрсетейін. Мінекей. Камера фокусировкасында жақында болайын максимально. Міне ағып жатыр. Жақындатып жатырмын. Өздеріңіз байқағаныңыздай міне. Жалпы осындай обзор. Жалпы скорочтение дейді, яғни тез оқу. Одан кейін барып көптеген мақсат көп қой. Балдарды қызықтыру үшін, мотивация үшін алсаңыздар болады. Мінекей сендерде 60 минут уақыт бар деп қойып қоясыз. Бір мәселе істететін болсаңыз, қызықтыру, балаларыңыздың жаңағы өздеріңіз бөлмелерінде арнайы жаңағы нелер болады ғой, шкафтары, жаңағы отыратын орындықтары, столдары, соның үстіне қойып қойсаңыз да жалпы жарасымды. Одан кейін барып стеклосы да сондай стекломен жасалған, жаңағыдай сынған жағдайда қатты бір не алмайтын. Одан кейін пластмассасы сондай жақсы пластмасса. Осы зат. Ал енді екінші зат бізде монокуляр, яғни бинокль деймін, қандай дейді. Жалпы осы суретте осыны қораптағыдай кез келген жаңағы мақсатта қолдануға болады. Жалпы айтқанда полный экранный, әртүрлі жаңағы дальний алатын деп жазып қойған жаңағы инструкциясы. Осындай чехолмен келген, чехолдың ішінде пакетімен осының инструкциясы шықты. Инструкциясында көрсетілген қалай жалпы қолданатын. Бұл бізге маңызды емес, бізге чехолда деймін, ілетін несі бар екен. Жалпы бізге маңыздысы заттың өзі. Енді ашамыз, енді браундысы бар, міне 24 есе деп қойған. Енді аллах әлем, шынайы 24 көрсете ме, көрсетпей ме белгісіз. Жалпы айтқанда осылай бұралады, бұралған сайын ұлғаяды, кішірейеді жаңағы алып жатқан неңіз жаңағы. Одан кейін міне тесігі осының айнасы бар, арнайы сондай бір айна. Алыстан көрсетіп отқан сияқты көрсетіп тұр. Негізі теріс қарап көреміз бұны. Қазір бұған қысқаша шолу өтем. Бұның өзінде қосымша қытайстар бізге не салып жіберіпті, жаңағы тірегішін салып жіберіпті, телефонға тірейтін. Кәдімгі чехол қыстыратын машина, автокөлікке тірелетін чехол сияқты. Осы тура осылай тірейсіз. Қазір бұның қалай қызмет көрсететінін көрсетсем, жалпы өзімді бұны түсіну үшін біраз зерттедім. Тура телефонның өзіне осылай тірейсіз, камерасын тұсына қоясыз, сөйтесіздер. Терісінен қоясыз, бірақ терісінен қойып қойдым да, бұл жерде қазір толық көрсетпегенмін. Жалпы міне мысалы үшін алыс алып көрсетіп, негізім автокөліктің тұрған тұсы міне әжептәуір жерде. Бұл жақындатып та көрсете береді. Қолым дірілдеп тұр, оның үстіне кішкене желдеп тұр ғой, ауа райы. Соған байланысты жаңағы қол дірілдеп жатыр. Екінші міне адамның кетіп бара жатыр, міне алыстағы кетіп қалған баланы анық көрсетеді. Жақындатасыз, ұлғайтасыз, өзі бұрандысы бар, арнайы мінекей. Автокөлікті анық көрсетті. Мына жерде номер анық түсті, бірақ мен оны көрсете алмаймын. Себебі дұрыс келмейді, біреудің несі ғой. Сондай осылай тура ұлғайтып кішірейте бересіз. Зат зор негізі, жалпы айтқан кезде. Екіншісіне ырза болдым, жалпы айтқан кезде өзімді тәнті болдым. Оны аса лайк басайық. Ал енді кезекті үшінші затқа да келдік. Бұл бізде көзілдірік осындай былғары чехолда салынған. Жалпы қазір ашып көрсетемін. Бұл қалай десем болады, бұл баяғына бір кино бар еді ғой. Кинодағыдай Леон Киллер деген содағы очки ғой. Жалпы бұның сапасы өте жоғары келген көзілдірік. Осындай пакетте келіпті, зип пакетте, әр қорғаныс пакетімен. Осыдан шығарамыз, оправалары, материалы өте бір сондай сапалы келген, темірлі. Бұл видео толықтай жеткізе ала ма, жеткізе алмай ма, сапасын жалпы зор екен. Негізі несі дизайны ерекше. Оправаларды мұрынға тақалатын жері де, әрі өзінің бір үзім шүбірегі бар екен, тазалайтын. Жалпы айтқанда осы 3 видеоны салдым, осы 3 бейне шолуда кім егер бағаларын
80% погрешность дейді ғой, жаңағы қателікпен болсын, жалпы 80% туралықпен табатын болса, примерно бағаларын, мен оған арнайы сыйлығым бар. Бұл сыйлық оның қазіргі актуальный 19.01.2023-ке актуальный арнайы бір зор сыйлығым бар. Увлажнительдің бір қатарын берем, бір данасын. 2 адамға осындай 2 сыйлық берем, осындай жалпы айтқан кезде дұрыс тапқан адамға. Арнаға тіркелуді ұмытпаймыз.